Қатын. Ал. Мұрынды алмайсың ба сен? Қоя берші, не қаласың, кейін аласың. Өй. Ана ортаншы балаға қалың киімдерін алып беріп, курткасын. Сөйтейік. Күн суытып жатыр, уже киімдерін алып қояйық оны. Күн суытып жатыр ғой. Маған ба? Саған алып берейін деп жатыр, қыстық киім. Потолок. Сонда мен ағамның киімін кимеймін, інімдікін кимеймін. Новидан алып бересіздер. Өзің бір кисе бір жаңасын. Жақсы болды ғой. Сіздерді алатын шығарсыздар, Ағай, бізге керек емес. Біз Тайландқа ма, Дубайға ма барамыз, Сояққа кетеміз. Тайландқа кетесіздер ме? Үйді квартиранттарға беріп кетеміз енді. Мен қаға жатамыз. Қалың куртка аласың ғой. Далада жүре тұрасың да енді өлмейсің ғой. Өлмейді ғой. Долбоёб нахуй. Май тұрсың ба? Жаға сүймеш. Түс нахуй. Мен ойым. Түс. Түспеймін нахуй. Стиль таза қызыл орда. Мұнда бұзықтарда. Мұнда бұзықтарда. Стиль. Уалейкум ассалам. Мен ғой, братан. Сен ба? Ақ келдің ба, братан? Ака, тоқтай тұр, ақша қайда? Ақшам берем ғой, братан. Қане? Мінеш. $100, $200. Бесінде таксине, братан. Оригинал ғой, братан. Оригинал, тексеріп ал, қарап ал. Бля, братан. Көттеген қатып қалды, братан. Не қылар? Братан, рахмет, братан. Жақсы, братан. Жақсыным. Көт қатып қалды, братан. Киіп алам. Ба, братан, боксқа қатысың мана. Раз-два үйреніп аласың ғой, братчик. Тұрсың. Раз, два. Қайтып түсіп аласың. Кәдімгі? Раз, два. Қош келіңіздер, жұмыңыздар. Или тренермен дайындалу керек па? Бағаш братан келді. Қалай жатыр? Братан тағы төбелескесің ба? Күніге төбелес қой, братчик біздікі. Кеше боулинг жақтап талпа балалармен қырылдық қой. Сөйтіп төбелес не болды? Нормально болып бітті ол. Артынан боулинг ойнадық. Сөйтсек оны теппей деген ғой. Мынау баспен ұрды. Басқалай нормально ма? Ничего. Қолға не болған? Ол бинт қой былайшын. Для прикол ғой. Ана біздің бала шакал ұқсап жалып кеткенсіңдер. Өзі ғой разна екен. Разна ұстадың ба сен? Да? Төбелестейсің мен. Мен братан төбелесем, адаммен төбелесем дедім ғой, шакалмен емес. Мыналар кәдімгі шакал алып келді ғой. Тістеп алды, қауып алды ғой мен. Жыламай. Намыстанып тұрмын да, брат. Не істейсің енді намыстан сен? Ертең итімді алып келемін, сонымен төбелестіресіңдер ана шакалдарын. Біздің не жоқ та. Сенің бай роднойың. Қатырасың. Жақсы. Әдем анекдот екен, жазып қоямын. Ақа құрбақа, давай. Джим Керри ғой, анекдот шығатын дейді да. Бергеші, мен орныма залға бар да, денеңді қандай быт-шыт қып дәғып жасабашы, кейін сен денеңді кесіп аласың. Менің бе бар? Ақшасын берем ғой, бар. Дәуре. Мәке, қайда кетіп барсыз? Сендер, мен ана жирафыма су беріп сөйте беріңдер, Швейцарияға барып тамақ ішемін де келем кәз. Мәке. Кәз. Мен бара жатырмын как раз обед ішуге. Қайтып кеттіңдер ма? Водительге айтшы, разворот алсыншы. Болды, қайтып бара жатырмын енді. Құра тауып қойыңдар соны, давай. Не болды басеке? Үйге таспа қалғам ғой, тас түсқап, бақасы секіріп жүр дейді да. Ой, бұл болыптан ішіп көріңші. Не бұл? Golden Life қой. Дәм күшті екен, бір фур алып қойсыңдаршы үйге. Үйіңізге турбамен тартып қойық та, краннан ағызып, душ қатысып, көңіл күйім көтеріп жүресіңдер асыңдар, көңіл күйім көтеріп қойдыңдар. Дәурен, бірден от алдыршы, магазинге барып қайтайық. Магазин жақын ғой. Мәке? Қасыңыздағы кім ол? Ой, Бека ғой, дос бала. Өткенде ырыңдай бермей тыныш жүр, айтпаса сиқырлы таяғымен маймылға айналдырып жіберем деген ғой. Ой, жоқ ғой деп сенбей. Жотам Бека. Басынен шығын, кіші ренжіп отыр. Бір екі күннен кейін адамға айналдырып аламын. Братишка, бүгін маған үй керек болып тұр, ма? Че не істейсің оны? Не істейтінді? Просто үй керек болып тұр, сен бүгін балалардың үйіне қона берші, ма? Бүгін балалардың бәрі қалаға кетіп қалды, біреу ауылға кетіп қалды, бәрі ешкім үйі бос емес, на. Шеше, болашақ жеңгеңді үйге алып келейін деп жатырмын да. Жеңгеңді дейтін кім ол? Не қыласың, шеше, бір қыз ғой,
Сен болмаса вокзалға барып па, в общем, бля, PlayStation ойнайсың ба, шеше компьютерный клубқа барасың ба, в общем, үйге келмей ақ қоя ма? Бүгін бәрі воскресенье, бәрі жабық тұр. Шешең, тісі. Бля, по-братски бара тұрсын мені. Қызбен сөйлесіп алайын, сосын келесің, звондайым саған. Қайға барам? Миягым жабық. Миягымда дос балдар жоқ, қайға барам? Бля, келді, тығылшы. Қайға дығатсың, шеше? Ішеміз ба бүгін? Ініңді жібердің бана, қақпас інің бар еді ғой. Мен сосын мүше қап бәрін алып келдім, давай кеттік. Астала, бистала, беби. Бля, братан, сен персин деп атсың ғой, мама қайтам. Өтінді. Ассалаумалейкум. Ойбай, Тамыр, мені ғой салып қойдың ғой, бәрін дайындап қойдым ғой. Қойсы бірінші не алатынды айтайын да. Иә. Сенің саудагер роднойың. Тамыр бидің ламбадасы, фруктыйдың ананасы. Ананас шеп алып қызыңа бар. Жағы үйде құдалық болып отыр содан ғой. Құдалыққа ма? Иә. Габразный стол ғой, Иә. 4 жерден қойып атсың. Тамыр, қауынасаң, қасына 2 арбуз қосып берем ғой. Неше болады ғой? 7,5 мың болады ғой. Күніге келіп жүрмін ғой, 15-ке берсей. 15 қоя тұр, отып тұрмын ба? Қандай өріп керек? Міне сары десең сарысы бар, көк десең көгі, қызыл десең қызыл, қара десең қарасы бар. Любой фиолетовыйға де бояп бере береміз. Бояп беріп отырсың? Иә, бүгін краска алғанбыз ғой. Баклажан бар ма? Көкөністің баклажаны африкалықтың мақсынау трендке келмей қалды ғой. Баклажан сатпай қоямыз ба? Бауыр мынандай қызыл өріктер бар. Қызыл өрік деген ән тыңдап отырып жеп аласың да. Мынандай қызыл алма алсаң болады да. Қызыл алма деген ән тыңдап жеп аласың ғой. Қауын ше, брат. Қауынға ән шыққан жоқ па кәше? Сатып атқан жоқпыз, ән шыққан кезде сатамыз ғой. Міне ғой Тамыр бананның барлығы. Брат, бұлар қаяқтікі? Африкадан ғой, өзіміздің Ақниет Тауасар дейтін бауырларымыз салып жүреді ғой. Жеуге ма саған? Тамыр черешня сай 1 штук 50 теңгеден. Арзаны бар ма кішкене? Міне, мыналар бар 30 теңгеден. Одан арзандау. Табамыз ғой міне 10 теңгеден. Кішкене арзаны бар ма? Одан арзан міне. 1 тиын. 1 тиын. 10 тиын. Апа не болды? В общем, жан командировкадан мынандай анекдот үйреніп келдім, прикинь. Қандай анекдот үйреніп келдің? В общем, бір қыз магазинге барады да, сатушыға айтады, маған 2 банан беріңізші дейді, короче. Сатушы тұрады да, 2 банан не істейсің десе, қыз тұрып, жынсыз бағай біреуін жемей ма деп айтады дейді. Стиль таза қызыл орда, мұнда бұзықтарда. Мұнда бұзықтарда. Стиль таза қызыл орда. Құланып қалған роднойың. Мал, анаумен қазанды араластырады. Сөйттім да ал. Жүзігімді түсіресің, қош ана, не? Мал! Шығар тезін. Ане қаржыш па? Қазір шашасыз осымен сен ауызға тұрам ба? Жылсу қалай ағат? Астын бұрайсың, астын. Мал! Қайыңыз жылмайып қасын. Дұрыста отыр, сындырасын ана, не қазір, Құмаш бұл, біздің үйде баяғыдан тұрған бұның сұмай. Шықпайды менкінің. Амантай ағай. Қалайсыңдар, ағай, көзіңізге не болған? Үйде ана, қатымен алысып пульт тиіп кеткен. Мүмкін қол тиіп кетті ағай. Отыр 2 мал. Ұлдар шыға беріңдер. Қыздар косметика майсыңдар. Ағай, ұялмайсыздар, косметикасын ес? Соған бұл емес пен, төбелес болған. Өтіш, аласаңдаршы. Ағай, бүгін сабақ өтпей қояқшы, сіз анекдот айтып беріңізші. Неменеге? Күшті айтасыз да просто анекдотты. Короче, мынандай анекдот бар. Бір күн зайыс болыпты, ертесінде қайтыс болыпты дейді. Қызық емес қой енді. Ашыңдаршы, сабақ өтеміз, тақырыпты жазыңдаршы. Чарльз Дарвиннің айтуы бойынша адам маймылдан жаратылған. Сендер бәрі маймылсың ба? Ағай, артта директор отыр еді. Да маймыл. Я помолчал, а затем спросил, откуда он такой взялся, коктейль дейді. Не дейді ағай? Панда коктейльді ішіп қойды деп тұрған. Жоқ, ағай, олай деп тұрған. Жерден алып лақтырды деп тұрған. Жоқ, ағай, олай деп тұрған. Қазақ тілі өте берек, орыс тілі апайларын өзге өтетінді. Тек біреулер ұялғаннан. Сенің жынды класстастарың. Беге, не істеп отырсың? Осыдан кейін дұш еді ғой қазір. Ағай, мен справкам бар. Мал, справкам бер. Оқушылар, мен жұмбақ жасырам. Аха. 2 аяғын көтересің, ортасында ителесің.
Не ол? Ей, арба! Арбаның үстінде көп отыр ағай. Бүгін ағашта добра жасауды үйренеміз. Енді Ал, сізге сыйлығыңыз бар. қандай? Ей! Ай, өзіңіз жақсы көретін едіңіз ба? Әкел. Оқушылар ертең субботникна балдар күрек, қыздар спорт алып келіңдер. О, ағай, о, субботник деген мемлекет істеу керек негізі. Көбіңді қысы. Все, ағай, қандай күрек, ағай? Айжан. Не істеймін бұны? Туалетке барасың. Бармайтын болдың ба? Барамын.